жастар мен Есенберлинді қорғадым. Мен Есенберлиннің көшпенділерінің 3 кітабына түгел редактор болдым. Баспада істеп жүрген. Мұхтар Мағауинді сонда қор үшін берді. Мен Есенберлинді біз мұржауыр ішкеме ретінде байқамыз. Есенберлин жарып өсті, артынан соныңызды мен біздің де жазайық деп тұрғанмын. Соңғы көшті тағдыр тұр менде. Мұхтар Мағауинді ана сапыран тұр. Жазайық деген нәрселер көп еді. Ал енді дүниенің бір сәт түсетін кезі бар. Есенберлинді көрдік. Дінмұхамед Қонаев деген кісі. Аруағына разымыз. Жатқан жері торқа болсын жатты. Сол енді Есенберлинді өзімен кәсіптес Тау-кен инженер болған соң гәне көмектескен жоқ. Мүмкін үлкен бір әдебиетке жол ашты сол арқылы. Ол енді үлкен әңгіме, мен осы біраз Есенберлинді біраз жеке неменем бар, кітаптарға кірді. Естелігім бар. Өйткені екеуі де Қонаев Мәскеудегі түсті металдар институтын бітіріп. Бітіріп кеп, мұна неде Балғашта бас инженер болып тұрады. Есенберлин біздің мына политехникада өзіміздің институтта, о да инженер, Тау-кен инженер болды. Оқып жүргенде Қонаевтың қорасында практикадан өтеді. Ол кезде Тау-кен инженері аз, таусақпен санадық, бірін-бірі жақсы таниды. Сөйтіп, тағдырдың өзі қосқан ғой, міне. Кейін Қонаев жоғары өрлеумен болды да, Есенберлин төмен құлдыраумен болды. Сөйтіп жүргенде, аяқ астынан бір сұрмыши. Бастықтардың бір нені аралайтыны болады ғой. Кейін студияны аралап жүреді ғой, Қонаев. Ал Есенберлин сонда кейнамдар жан бағып жүрген кезі. Студияның ішінде, көп тобырдың ішінде жүрген. Қалың елді аралап жарып келесі, Есенберлин Қонаев таныққа тоқтапты. Өй, Ильяссың ғой? Өй, сен бар көсің ғой? Жүркесің ғой деді. Ілекең айтады, ой, Демекай, әңгіме көп қой, қайсы бірін айтайын дейді. Сонда помощнигін айтқан екен. Осы аптада, алдағы аптада мұны Ильясты маған кіргіз деп, қасында. Кіргізеді, арада үлкен әңгіме болады. Сол әңгіменің қорытындысында Есенберлинді республикада бірден-бір әдебиет баспасы. Жазушы баспасына директор қылып тағайындайды ғой. Қонаев. Айқас дейтін романына мемлекеттік сыйлық әпереді. Осы Есенберлинге жол ашылды.